Логикалық сұрақтарды шешу арқылы біз біріншіден есте сақтау қабілетімізді және де логикалық тұрғыдан ойлау қабілетімізді дамытатын боламыз. Бірінші тапсырма сандар белгілі бір заңдылықпен берілген сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз дейді. Яғни заңдылық дегеніміз математикадағы 4 арифметикалық амалдар арқылы жүзеге асады. Бірінші қосу, көбейту, азайту, бөлу арқылы. Енді қарасаңыздар, бізге берілген сандық қатарымыз егер де артып бара жататын болса, онда бізге бір сан қосылып немесе көбейтіліп жатыр деген сөз. Егер де біздің сандық қатарымыз азайтып бара жататын болса, онда бізге берілген сандық қатары бір сан кемітіліп немесе есе кеміп жатыр деген сөз. Енді қарасаңыздар, мына бір есепті шешіп қарастырып көрейік. Бірінші санымыз 4. 4 деген саннан 7 деген санды алу үшін бізге 3-ті қосқан екен. 7 деген саннан 10 деген санды алу үшін тағы да 3-ті қосқан. Міне заңдылық, яғни 3 деген сан қосылып жатыр. Онда келесі санды табу үшін 10 деген санға 3-ті қосамыз, сонда бізде 13 деген сан шығады екен. Келесі екінші есебіміз тізбектің 7-ші мүшесін анықтаңыз дейді. Мүше дегеніміз, яғни бізге мына сандардың орналасу реті. Яғни бірінші мүшесі 1-ге тең, екінші мүшесі 3-ге тең, үшінші мүшесі 7, төртінші мүшесі 15, дәл сол секілді 7-ші мүшесін анықтау керек. Ол үшін бізге берілген сандық қатардың заңдылығын анықтап алайық. Яғни 1 деген саннан 3 деген санды шығару үшін, яғни 2-ні қосқан екен. 3-тен 7 шығару үшін 4-ті қосқан, 7-тен 15 шығару үшін бізде 8-ді қосқан. Қарасаңыздар, мына жердегі заңдылық, яғни бізге қосылып жатқан сан еселеніп қосылып жатыр. 2, 2-ні 2-ге бөлсек 4 қосылды, 4-ті 2-ге бөлсек 8 қосылды. Енді келесі санды анықтау үшін 8-ді 2-ге бөлеміз, бізге 16 болады. Яғни 15 деген санға 16-ны қоссақ, келесі 5-ші мүшеміз бізге 31 деген сан шығады екен. Енді келесі мүшесін анықтау үшін 16-ны 2-ге бөліп аламыз, бізде 32. Яғни 31-ге 32-ні қосатын болсақ, 63 деген сан шығады екен. Енді бізге қазір 6-шы мүшесін анықтадық. Енді келесі соңғы 7-ші мүшесін анықтау үшін бірінші 32-ні 2-ге бөлеміз, 64. Яғни 63-ге 64-ті қоссақ, 127 деген сан шығады екен. Келесі есебіміз шеңбердегі сандар белгілі бір логикалық амалмен берілген, яғни x-ін мәнін есепте дейді. X дегеніміз бізде мұнда орналасқан. Енді бұндай шеңберде берілген есептерді шығару үшін, бізге бірінші ең кіші санды анықтап алуымыз керек. Ең кіші сан бізде 2 екен. Енді осы жерден біз сағат тілімен бағыттас, немесе сағат тіліне қарама-қарсы жүру арқылы заңдылық анықталуы мүмкін, немесе қарама-қарсы сандар арқылы заңдылық анықталуы мүмкін. Қарама-қарсы сан деген, мысалы 2-ге қарама-қарсы сан 8. Мысалы 4 деген санға қарама-қарсы сан бізде x болады. Енді бұл жердегі заңдылық қарама-қарсы сандар арқылы заңдылықпен анықталған. Оны қалай шығарады екенбіз? Мысалы, 2 деген саннан 8 деген санды қалай аламыз? 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтетін болсақ, бізде 8 деген сан шығады. Немесе 2-нің кубы 8 деп те анықтауға болады екен. Келесі 4 деген санды соңынан анықтайық. Яғни келесі бізде 3 деген сан. 3 деген санға қарама-қарсы сан бізде 27. 3 деген саннан 27 деген санды алу үшін 3-ті өз-өзіне 3 рет көбейту қажет. Ол бізге қаншаға тең болады? Яғни 27-ге тең болады. Немесе 3-тің кубы 27 деуге болады екен. Келесі 5 деген санға қарама-қарсы 125, яғни 5 деген санды өз-өзіне 3 рет көбейтетін болсақ, бізде 125 деген сан шығады екен. Сол секілді 4 деген саннан x деген санды анықтау үшін 4 деген санды өз-өзіне 3 рет көбейту қажет. 4-ті өз-өзіне 3 рет көбейтетін болсақ, 4 жердегі 4-іміз 16, 16-ны 4-ге көбейтетін болсақ, бізде 64 деген сан шығады екен. Демек, біздегі белгісіз санымыз 64 екен. Келесі есебіміз сандар белгілі бір заңдылықпен берілген 7-ші орындағы санды тап дейді. Енді қарасаңыздар, сандық қатар артып бара жатыр. 7 деген саннан 17 деген санды алу үшін, яғни 10-ды қосамыз, 17-тен 27-ні алу үшін тағы да 10-ды қосамыз. Заңдылығымыз уже анықталып қойды. Келесі мүшені табу үшін, яғни тағы да 10-ды қосамыз. 27-ге 10-ды қоссақ, бізде 37. Келесі санды анықтау үшін 10-ды қосамыз, 47. Келесі санымыз 57. Келесі санымыз 67. Бізде нешінші орындағы сан керек, яғни 7-ші орындағы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
яғни 7-ші орындағы санымыз бізде 67 деген сан болады екен. 5-ші есеп. Сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз дейді. Яғни бізде бұндай есептерді сиқырлы шаршы немесе төртбұрыштық есептер деп атауға болады. Бұл есепті шығару үшін бізде яғни қатар түрінде немесе баған түрінде жүру арқылы есептерді анықтауға болады екен заңдылығын. Енді біз есептерді былай шығарып көрсек болады екен. 50 және 70 деген санды пайдалану арқылы 15 деген сан шығару болады. Немесе 64, 16 деген санды пайдалану арқылы 10 деген сан шығару қажет. Сол секілді 114, 38 деген санды пайдалану арқылы бізде мұнда сұрақ белгісінің орнындағы санды анықтау қажет екен. Енді қандай заңдылықты пайдаланған екенін анықтайық. Бірінші, 50 деген санға 70 деген санды қоссақ бізде 120 болады. Сол 120 деген санды 15 деген санға бөлетін болсақ, 8 деген сан шығады екен. Дәл сол секілді екінші қатарды қолданып көрейік. 64 деген санға 16 деген санды қоссақ 80 болады. 80 деген санды 10 деген санға бөлетін болсақ, соңындағы санға бізде 8 деген сан шығады екен. Енді қарасаңыздар, бірінші, екінші қатарда қолданған ереже үшінші қатарға да қолданады екенбіз. Енді 114 деген санға 38 деген санды қосамыз. Бізде 152 деген сан шығады екен. 152 деген санды мұнда сұрақ белгісінің орнындағы санға бөлген кезде 8 деген сан шығу керек екен. Енді сұрақ белгісінің орнына, яғни x-ті табу үшін жаңағы 152 деген санды бізде 8 деген санға бөлсек жеткілікті екен. 15-тен қайырамыз, бірден береміз. 15, так, 8 жерге бір 8, 15-тен 8 айтсақ 7, мұнда 2 түседі. 72-ні 8-ге бөлсек, яғни 9-дан береді екен. Ровно 72. Сонда бізде сұрақ белгісінің орнындағы сан бізде 19 деген сан екен. Так, келесі 6-шы есебіміз заңдылықты анықтап қатардағы келесі санды тап дейді. Бұл жердегі, яғни біздің сандық қатарымыз, яғни артып бара жатыр, бір санға қосылып немесе есе артып бара жатыр. Қазір анықтап көрейік заңдылығын. Бірінші, 7 деген саннан 8 деген санды алу үшін, яғни 1-ді қосқан, 8 деген сан 18 деген санды алу үшін 10-ды қосқан, 18 деген сан 19 алу үшін тағы да 1-ді қосқан, 19-дан 29 алу үшін 10-ды қосқан. Заңдылық 1-ді қосады екенбіз, 10-ды қосады екенбіз, 1-ді қосамыз, 10-ды қосамыз, заңдылықты анықтап алдық. Келесі қатар, яғни 1-ді қосамыз 30, келесіне 10-ды қосамыз 40. Келесі сан табу үшін біз ондан кейін, яғни 1-ді қосады екенбіз. Сонда мұндағы келесі санымыз бізде 41 деген сан шығады екен. Так, келесі 7-ші есебіміз тізбегіндегі заңдылықты анықтап, яғни x, y деген, яғни осының орнында тұрған сандардың қосындысын тап дейді. Бізде бірінші орындағы сан 1, екінші орында 3, яғни бізде 2 қосылған екен. Немесе келесі сан табу үшін 3-ке 7-ні шығару үшін, яғни 4-ті қосқан, 7-те 15 шығару үшін 8-ді қосқан. Вроде мынандай есептерді біз алдын талдаған едік. Так, 15-тен, яғни x деген сан табу үшін, мұнда қараңыздар, алдында біз шығарған есепте былай талдаған едік. Яғни мұнда қосылып жатқан сандарымыз еселеніп қосылып жатыр. Мысалы, бірінші санға 2-ні қостық, 3 шықты, оны 2-ні 2-ге өттік, 4 болды. Яғни 3-ке 4-ті қостық, 7 болды. Енді мұнда қосылып жатқан 4-ті 2-ге өтеміз 8, 7-ге 8-ді қоссақ 15. Енді 8-ді 2-ге өтеміз 16, яғни 15-ке 16-ны қоссақ бізде x-ның орнындағы сан, яғни 31 деген сан шығады екен. Келесі 16-ны 2-ге өтеміз 32, мұнда 31 деген санға 32-ні қоссақ, мұнда 63 деген сан шығады екен. Енді 32-ні 2-ге өтеміз 64. Енді 63-ке 64 қоссақ, бізде y-ның орнындағы сан 27 деген сан шығады екен. Мен x пен y-ті анықтап алды, енді екеуінің қосындысын тап дейді. 31-ге 127-ні қосамыз, бізде 8, 5, 1. Яғни 158 деген сан шығады екен. Келесі есебіміз тізбегінің 30-шы мүшесін тап дейді. Енді бұл жердегі заңдылық өте оңай. Қарап тұрсаңыздар, 1 деген сан 1 рет жазылған, 2 деген сан 2 рет, 3 деген сан 3 рет жазылған, 4 деген сан 4 рет жазылған екен. Енді осы жерде осы заңдылықтарды ары қарай пайдалану арқылы бізде 30-шы мүшесін анықтауымыз қажет. Бірінші мүшесі 1-ге тең, екінші мүшесі 2-ге тең, үшінші мүшесі тағы да 2-ге тең, төртінші мүшесі 3-ге тең. Дәл осы секілді 30-шы мүшесі қандай санға тең екенін анықтауымыз қажет. Бұл есеп сіздер үшін, яғни бұл есептің жауабын төменге комментке қалдырыңыз.